Көріметті сыртқы экономикалық қызметке қатысушылар, тауарларды электронды түрде жіктеу туралы алдын ала шешім қабылдауға өтінім беру үшін ең алдымен сайтқа тіркелуіңіз керек. Содан кейін алдын ала кедендік шешімдер ақпараттық панелінде орналасқан өтініштер құру тармағын таңдаңыз. Тауарларды жіктеу туралы алдын ала шешім өтініш нысанын белгілегенде, жүйе автоматты түрде өтініш берушінің деректемелерін көрсетеді. Бұрыс болған жағдайда, сіз деректемелерді редакциялау арқылы түзету енгізе аласыз. Осыдан соң өтініш білдірген кеден органы бағанындағы сіз жүгінетін кеден органын іздеп табасыз. Өтінім өтініш берушінің тіркеу аймағында жіберіледі. Тауар туралы ақпарат бағанында сіз тауар туралы толық ақпаратты көрсетуіңіз қажет. Ал талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттар ұсынылған құжаттар бағанын толтыру міндетті. Өйтпеген жағдайда жүйе оны жіберуге жөнелтпейді. Сонымен қатар 50-53 тармақта сұратылған дерек қоса берілуі керек. Тауар туралы барлық ақпаратты тіркегеннен кейін сіз берілген ақпараттың дұрыстығын растайсыз. Әуелі сақтап, содан кейін өтінішті жібересіз.